Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге қағаздан октаэдр жасап көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Жалпы октаэдр дегеніміз не екендігіне тоқталып өтейік. Октаэдр деп үш бұрышты 8 жағы, 12 қыры, 6 төбесі бар фигураны айтамыз. Бүгінгі видеода осы фигураны жасап үйренетін боламыз. Оны жасау үшін бізге ең алдымен 8 сантиметрлік шаршы парақтан 12 дана керек. Қазір біз осындай фигураны жасайтын боламыз. Оны жасау үшін ең алдымен парақты алып, осылай X тәрізді етіп бүктеп аламыз. Міне біз бүктеп болдық, ал енді осылай қосу белгісі тәрізді етіп бүктеп аламыз. Міне біз бүктеп болдық, келесі парақты да дәл осылай бүктеп шығамыз. Міне екеуінде бүктеп болдық, ал енді бір-біріне осылай біріктіретін боламыз. Видеода көрсетілген әрекетті мұқият жасаймыз. Міне біз біріктіріп болдық, ал енді үш бұрыштың бейнесін видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Міне біз фигурамызды жасап болдық, дәл осындай етіп 6 дана жасап аламыз. Міне біздің 6 дана фигурамыз дайын болды, ал енді видеоны мұқият қарай отырып, осы әрекеттерді жасап, бір-біріне біріктіретін боламыз. Бізге ешқандай да желімнің қажеті жоқ. Осы фигураларды бір-біріне біріктіру арқылы октаэдр фигурасын жасаймыз. Видеоны мұқият қараңыздар. Міне достар, жалпы бір-біріне біріктіру әрекеті осылай. Мұнда біздің октаэдр фигурамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осымен менің видеом аяқталды. Егер сіз видеоны дәл осы жерге дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, менің видеоларыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.